Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Біз бүгін Қараөзек ауылында қара мал сойға куәс болайық деп тағы да келіп қалдық. Мінекей бұқалақ. Қазір мінекей амақа соғым шүйгін болсын енді. Міне мына жақта былай жігіттер жылқы сойып жатыр мінекей. Міне көршісі бұқалақты сойып жатырмыз. Ана жақта қой сойып жатыр. Мына жақта қой кетіп жатыр міне. Міне қасапшылар, уағалейкум ассалам. Соғым шүйгін болсын. Мен досым міне бауыздайын деп жатыр. Досым дұрыстап бауыздай, халал қылып. Бісмиллахыңды айтты. Сен сонда, бісмиллах. Тағы? Қандай? Қой 4 қой сойды ма? Соң қазір астық қойып соямыз. Ыңғайлы болады. Осы жерден дайындап алу. Ол неше адам? 3 пышақпен. 3 жақтан. 4 өма даже. 4 жақтан. Екен әуелі бір мақсат. Терсін шығарып аламыз. Екі пышақпен. Осы біздің арнаның подписчиктардан бір өтініш болған, қара мал сойып түсіріңізші деп. Неке сол кісінің өтініші бойынша қара мал түсіріп кеттік. Дастан ағамыз мінекей жылқышы, әйгілі қасапшы. Жұмыртқаның ортасынан кетеміз ба? 2 жұмыртқаның ортасынан. Қандай күшті жан жақтан қойғанда. Мінекей мына жақта қойға да орала кетейік, соғып. Керемет. Тоқты ма, қой ма? Тоқты ма? Күн тоқты екен, мінекей біздің аспақ теміріміз міне қалай құрылуын көрсетейік. Неше турбасы, турбаның диаметрі қандай? Біреу кішкене екен. Осыны біздің бір көрермен сұраған. Осы аспақ темір туралы бір түсіріңізші деп. Осы жерде түсіре кетейік. Мына жақта да міне көршілер жаңа жылқыны аспақ темір кіріп дейін деп жатыр. 30-ның турбасы 32-ліктер болады екен мінекей, құрметті көрермендер. Мынау жеңіл болады бүкін. Осы турба жіңішке болған. Аша деп айтқан дұрыс болады осы. Аша темір дейді. Мына жақта көршілер. Мына жақта да міне жылқының терісін сырып жіберді. Қайдың. Мына жақта бұлай. Мына жақта қой. Мына жақта қара мал мінекей. Мына жақта тағы бір қой сойайын деп жатыр. Мінекей тағы бір қой сойлайын деп жатыр. Сен камерадан тадырдық қой сен. Екінші қой кетіп жатыр. Көтен шегін түсіріп көреміз, е? Қазір ілуді тұрғанда төмен жақтан алуға ыңғайлы болу үшін. Биіктеметр осы жерден алып аламыз, е? Осы жерден ойып түсіп жүреміз. Қазір жерден алғанда оңай. Қарын тілгесін оңай болады, е? Ішінен аламыз ба? Әрекет әнәші түсіріп жүрді. Мына жақта қойды, міне екінші қойды бауыздайын деп жатыр. Қойдыра түсіре кетейік.
Allah korktu. Koydum ağzı edeyim. Bismillah Allahu Ekber deb. Çıkandaga reklam isteyeyim be. İsteyver давай. Aha. Baba. Biz negiz kasapçımız. Aha. Ağamız ekemiz. Kara mal. Жылқы кез келген малды соямыз. Шек қарнымен тазалап, бөлшектеп, мүшелеп, 2-ге бөлдік, 4-ге бөлдік, сирақтап. Әр қайсысын жеке-жеке дайындап береміз. Общий бағасы 45 000 теңге шек қарнымен бірге. Бәрекелді, бәрекелді. Тазалап, егер сойдырам деген кісі болса хабарлассын. Хабарласыңыздар, мен қазір телефонын қалдырам. Амангелді деген жігіт осы дәл осы жерде астында телефонын қалдырып кетем. Сол телефонға хабарласасыздар. Қасапшы керек болса, услуги қасапшы. В общем, қара мал, жылқы, қой бәрін сояды өздерде. Мінекей мал сойып жатыр, сол жерде біз айта кеттік. Хабарласыңыздар. Міне жеңгелер де келді, шек қарын жууға. Келіндер. Енді ала қалса YouTube арнасынан көреміз. Комментарий жазамыз. Амаканың қалай сойып жатқанын жазыңыздар, дұрыс соймаса дұрыс сойған жоқсың деп. Астына боқтап жазып кетіңіздер. Жақсы сойса молодец, красавчик деп, жақсы сойса мақтап жазып кетіңіздер. Мінекей соғым бар. Так, мына жақты жүрге тек көршісін. Көршілер мінекей. Уалейкум ассалам. Асаба Елеш Қазақстан Республикасының құрметті азаматы деген несі бар, атағы бар. Нұрғиса Елешұл деген ақын, жүлдегер, айтыскер, Собысталма ақынның әкесі. Неке көршілердің үйінде жылқы сойып жатыр. Біз қайта оралайық Қарамалға. Терсін алып, міне лезде. Міне терсін алып тастады, басын алып тастады. Осы жерден сразу бұзасыздар ма? Бірден сразу бұза бастайсыздар ғой, жіліктеп, мүшелеп. Мына жерден арқаның етін шығарып аламыз, я? Алдыңғы қолды былай кішкене дайындап қояды екен. Енді ала бастаймыз. Так. Жақ қолды кәнеки. Бірден сразу қолын алып жатырмыз. Асып тұрған жерден бірден жіліктей береді екен. Аяғыңызға қарай. Тарт. Тамаша. Мын жаққа кетті әне. Дастан ағамыз бұза береді. Так, амака қолды алғанша біз неке. Мына жерде қолының еті болады. Жауырын мен жіліктің ортасындағы қолдағы еті болады. Соны былай алып аламыз бірден. Енді жылқының бұзысымен бірдей, құрметті көрермендер. Өзге іштемі жоқ қой. Жылқымен бірдей емес пе? Бірдей. Жылқын қалай мүшелейді, жіліктейді солай ғой. Қасы жеке кетеді деген. Оныкін қасын жеке тіліп алады. Так, енді біз мына жақта мойынды қалай істеп жатырмыз мына жерде. Мойын етті бөлек шығарып аламыз, я? Бізде мойын етті салап алып қуырдаққа. Қуырдаққа кетеді, я? Так, мына мойын етін еткенше біз мына жақта тезірек түсіре қояқ. Бәрі, шеп. Енді оны шауып қоямыз.
Ысылдатып аламыз. Қолмен басып. Сақтамай. Şöyle çok etmişti. Тұздап отырасыздар ма? Тұздап арсаға сырас. Бәрекелді. Бірден тұздап отырады екен міне. Тамаша. Мощный болу керек. Жіліктер міне. Так, жілікті ете беріңіздер. Мойынның етін кесіп алдық, сылып құрдаққа жіберді. Енді мына мойынды жеке алып аламыз. Буынны бар, я? Бүйтіп қайрамыз. Мына енді қолды көрсетіп жіберейік тағы да. Мына жерде міне жауырынның осындай ет болады, кесек ет. Соны алып аламыз. Ата мойын шабасың? Так, мына мойынды шауып тастаймыз ғой, я? Тоқтап. Кесек етті былай бөле бастаймыз. Анасы. Бөліп тастаймыз. Бұны енді пышақпен бөліп тастай ма, жоқ еле? Я бөлшектеп қазір. Арсаға ілетіндей қылып. Сылбырлап дейміз. Енді кесек етін алып тастағаннан кейін мына жерде жақсылап жілікті шығарып аламыз ғой. Қазір 1 минут. Мына жерде міне құрметті көрермендер, мына жаңа шауып алған мойынды пышақпен жеке-жеке шығарып тастаймыз мына ұқсап. Так, енді мына жақта міне жілікті алып алдық. Амака 1 минут тұра тұршы. Міне жауырынның міне жіліктің ортасын былай алып аламыз. Енді сол жауырынымыз осылай міне былай 4-ке бөлінеді. Міне мынау жауырын 4-ке бөлінеді. Анау жілік. Ал шек қарнымыз былай қалай шығатын. Бұқалақ баш бұрын артқа қайырып тұтаймыз. Сосын мынау еннің аңайындағы майы. Енді ырғашы болса желім майы. Желім майы. Енді ұма май дей ма? Ұма майы. Аны беріп саларды. Ауылдың жігіттері бәрі 5 аспап, бос жүрген ешкім жоқ. Біреуі шек қарын шығарып, мына жақта біреу қойларды сойып жатыр. Біреу мінекей мына осы бұқалының еттерін ана жақта жіліктеп жатыр. 1 сағат ішінде қазір. 1 сағат ішінде жоқ қой деп. Шек қарын ашылып жатыр ана жақта. Мінекей келіншектер, жеңгелер, келіндер шек қарын жуу, ана жақта қой бұзу. Ағайынды жігіттер бәрі ағайынды жігіттер. Бір атаның балалары. Аллаға шүкір, береке бар, бірлік бар. Қойдыра сойып жатыр. Қара малдың еттерін бұзып, жіліктеп, мүшелеп, тұздап. Бұл жақта міне сойып, шек қарын алып. Артын көтеріп кесіп қойдық қой. Міне жерін қолтығасында тартып қойдық. Алдында дайындап қойғанбыз. Суырып ала саласың. Келді. Жүрек май. Әйелдерін қағайдан. Олармен біз айланыспаймыз. Келіндердің, жеңгелердің жұмысы. Қолқа дей ма, өңіш дей ма? Қолқаны суырып аламын деп өңіш қой. Ол шек қарын түсті. Осы шек қарынның ішінде қоя жүрек. Бауыр ғана ма?
Бауыр ғана Қара түседі. бауыр дегенді жібереміз. Бауыр осында кетті, иә. Енді как таушын жоқ секілді. Мхм. Қанатты қылсаң, былай алуға болады, қанатты қылып алу үшін. Кішкене ет қалдырып, иә. Иә. Жері қалдығы келгеніне апарып қосып қоямыз. Қабырғамен қарайды. Болды ма? Жылқынық секілді онан бөлек алып соғуды болды. Көк еті, иә. Көк етін сыпырып аламыз. Қуырдаққа үйреніп алады. Көсін қалдырып. Бауырына. Тамаша. Көк ет. Тап-таза. Жерге сап қоямыз осылай. Енді бұнда Өкпемен жүрек бар ғой мына жерде. Иә. Өкпемен жүрек алып шығамыз. Жүрек жарып жүрмейді, бір рейсіп. қанына ағызамыз, айғылағын аламыз. Иә, жүректі сойып береміз қазір, бісміллә деп. Айғылақты алып тастайды. Клапан деген нәрсе ғой енді, клапан. Құлағы. Екі жағында екі құлақ болады, екі клапан. Сосын жүректі төртке бөліп сайсын. бісміллә, Аллаху акбар. Төртке бөліп сайсын. Төртке, иә. Жаңағы сирақтап алатын болса жылқы малы қарама. Осыда бір бөліп салып береді. Төрт кісіге төртеу кетеді. Енді қалай істейміз мына жерде? Енді көстің есіміне арқан бүйтіп шығарып аламыз. Толқын білмейсің? Қабырғалардың біткен жері ғой. Өзі Қабырғаның біткен жерінен өзі көрініп тұрады ғой, төсімнен. Қабырғаның біткен жерінен. бір жақ қабырғасы шықты. Екінші жағын шығарып аласың. Басына саласың айдандырып. Оңай шығады. Төстің қасынан қабырғаның мен төстің ортасымен біткенде бір қоспасынан Енді қабырғасы алып тегісіз. төст не істейді? Төст не істейді? Төст шабады. Барып көрсең болады мына жерде қанша. Қазір қабырғаны сен бір-бірінен шығара бересің ғой, иә? Міне қабырғаны баста бір-бірінен шығарғанша біз төстке барып білейік. Дастанаға төст не істейміз сонда? Төсті қазір міне тілейміз ғой енді. Белгі салып, біз салып аламыз. Нешеге бөлінеді сонда? Төртке бөлеміз, бесеу шығады ғой. Енді мынаны бүйтеміз де мынадан қайта жарамыз. Соңғы екі бөлем. Мына только шабу, иә? Мынаны шаба салады. Балта. Жаппайды осы. Неге осылай шаба саламыз? Қабырға. Кейбіреулер шаба салады оны. Қабырғаны, иә? Иә, буынағанға ерініп. Енді сүйек-мүйек қалмайды. Сүйек қалмайды, шашырамайды, сынбайды. Ана кісінің жұмысы сол
үстелдің басына барған Еттерді дастан ағамыз. Ол бұз, иә. Бірне жерде мен бұзып тұрам, сосын соңында қалған санын қазы болса қазыны екі жақтап Екі жақта саламыз. Иә, екі адам. Жеңіл болады, тез болады. Мінекей. Кез келген малды 1,5 сағаттың ішінде екі кісі сойып бітіреміз. Мына жақтан аламан келді. Міне, ана жақта дастан ағамыз. Столдың үстіне Екі жағы да осылай шығады не? Екі жағы да осылай шығады. Тұздап атырмыз жақсылап. Мінекей, дастан ағамызға келдік қабырға. Қабырғаны қалай істейміз дастан аға? Екі тасты қабырғаны аламыз жеке. Екі-ектен бөлініп отырады, иә? Бұл жақта мінекен ағамыз міне бір қойды өзі жалғыз. Жасы үлкен. Ағамыз да бос тұрған жоқ мінеке. Жастармен қалыспай қойды мінеке жіліктеп жатыр. Мына жақта міне бауырымыз тағы бір қоймен өз жұмысын істеп жатыр. Бұл жақта мінеке қыз келіншектер, келіндер, жеңгелер. Насып шауып қоямыз. Бұл енді көже не қой бұл? Көже көлмектікі. Иә. Қабырға. Ондай мінекей. Жақсы екен мынау. Салмағы бар. Азы жылқы сойғанда жая-мәядер шығады. Шыққан өлі. Шыққанда кубалтышкамыз бар. Так. Енді екінші қабырға жаңа алдын қалғандай. Екінші қабырға да солай алына береді. Подписчик болып отыр. Енді мына жерде омыртқаны алып тастаймыз ғой, белдемеден кейін, иә? Міне белдеме мен омыртқаның қосылған жерінен буынынан Баяғы жылқымен бірдей ғой. Жылқы мен бірдей қалай жылқыны, иә. Жылқының жілік дегені қазымен ғана айырмашылығы. Қазысын тілеміз ғой. Қабырғаны екі-ектен кесіп. Мына бізде омыртқа, иә? Омыртқа кетті. Енді жерде белдеме бар. Так. Омыртқаны істейміз дастан аға. Омыртқаны қазір мүшелейміз. Оны жеке-жеке шығар. Қазір онда мен жақты түсіре берейін. Мына жерде өзінің бір буыны бар. Соны пышақ салып белдемен алып аламыз. Алып тастадық. Мынаны жаясын. Кәдімгі жылқы шықылды жылқы сияқты. Көп алыстар, осылай кәдімгідей осылай шығаруға болады. Сенің мал болса жылқы сияқты жаясын осылай жалпа қалсаң, кәдімгі жылқының жаясы шығады. Иә. Солай бұзасыңдар ма? Иә. Өйткені құйымшақтың сүйегін жеке қалдырғаннан гөрі осылай кәдімгідей жылқының Жылқы сияқты жіберсе белдеме сияқты болып шығады ғой, жая сияқты. Иә, кез келген қонақ сүйе алмай аса беруге болады. Құйымшақтан емес, кәдімгі жая сияқты қыласың. Иә. Қарсы алуға болады. Сол дұрыс. Осылай міне. Жалпы қара малды осылай соямыз. Осы дұрыс. Өте дұрыс. Белдеме әрине. Қоқшылықты бүйтіп осылай қойып алып тастаймыз. Мысалы, магазинді қойсаң, алушыларға да ренж жоқ. Иә, мүше болып шығады. Құйымшақтың сүйегін ұсынғанша мына. Иә. Пышақпен жалғасқан жер. Біз соны мына жамбастың мына сүйегін бүйтіп, мына құйымшаққа қарай жібереміз. Өйткені қазір мына етін бүйтіп, сүйегін бүйтіп
құйымшақтың алсаң, сол жамбастың мына басы құрғақ болады. Еті неге кетіп қалады. Жаңағы біз жаяғы жібердік қой. Сондықтан осыған кетіп қалады. Сол мына жерді шауып, бірге мына құйымшаққа жібереміз. Бәрекелді. Алдастан ағамыз шабайын деп отыр. Пышақпен шығара саламыз. Міне. Міне. Кәдімгі жая сияқты болып шықты. Қара жылқының жая сияқты. Міне, кажи буыннан сап отырасың ба? Шеміршегінен. Бұнан тіліп отырады өзің. Астындағы етімен бірге жанында. Жеке-жеке алып аламыз, иә? Жоқ, екеуден қосыдан аламыз. Не, іліп жатыр. Балам, кеп қалғада қалшы мына. Неке белді мықты әйгілі қасапшы жігіттер, ағайынды жастарына бәрі біледі. Үлкендерден үйренген. Қазір жерде ешкім қарап жүрген жоқ. Бәрі ойман ақсақалы атамызбен бірге жастар бар, бәрі. Әп-сәтте бір сағат қана болды ма, болмады ма? Бітіп жатыр міне. Дала соғып тұр бүгін. Кәдімгі бір кішкене не бар екен. Енді құрметті көрермендер осылай көп созып түсіре бермейін. Бәрі белгілі болды міне мындай өздерінің буындарынан кесіп әрқайсысын. Қой. Ютубқа кетесің, Ақтөс. Екіншісінің аты кім? Рекс. Солай, неке ұшым. Неке жігіттер. Жабағылар неке. Мін жақта бір түсіріп өтек көршілер не болып отыр екен. Бізге қарайтын түрлері жоқ болған. Мын жақ уже бітіріп атыр неке. Тамаша. Жая секілді кетсең. Тамаша. Белдеме бөлек, жая сияқты алғанбыз жаңағы қарамал күнде жая сияқты. Енді мынау жылқы болса мына жерде қыртысы бар май жая болып тұрады. Қарамал. Буындарынан шығарып. Тамаша. Жігіттер байлап атырына жіппен екені іліп қою үшін кептірет тұздап сүрленіп тұрады мінеке. Жіппен байлап. Тұзды сеуіп. Керемет. Екі пышақпен жаңағы жамбасты айырып алдық. Санда. Екінші ойттары уже жақындатты. Пышақты былай жанып жүреді. Қайқымыз. Так. Енді қазір ешкі соямыз, ешкі. Қазір ешкі алып шығады, жігітті сояйын деп жатыр.
Охо. О, мынау кетейін деп жатыр қазір. Аба құлатты мінекей. Ой, шіркін ай. Мынаны Қасым бастарыңызға амандық дендеріңізге саулық берсін. Ескі жылымыз есіркеп, жаңа жылымыз жақсы жарылқап, жақсылық жылы болсын. Амин. Мінекей жамбасты қалай бұзамыз? Мына жердегі кесек етін алып аламыз, иә? Мына жерінде сіңірдері болады. Арам тамыр. Арам тамырдары. Соларды бүйтіп алып тастаймыз. Осынау. Мына жерде без болады. Без, иә? Жамбастың санның бездері ғой. Сан етінің арасындағы без. Енді мына жіліктің өзінің мына жерде ет бөлек. Осы ежілікке қалады ғой. Жілікке қалатын еті өзі бөлек. Әдейлеп бөліп қойған секілді ғой бұлар. Осысын Жілікке қалды. жілікке қалдырасыз ғой. Мына жерден бастап санның жіне ненің қасынан, толарсақтың қасынан алып отырып, жамбастың мынандай ағаш сүйегінің қасына Сағым сүйегің болсын. Амин. Бұлай несін алып аламыз, кесек етін. Кесек етін жақтарына келесі жамбас осылайтын бөлініп жатыр. Арам тамыр, ема? Арам тамыр мен без. Қане без. Сен одан ғана серкеш несін алу керек. Екінші жаңа солай кесек етін алып тастағаннан кейін мына жерде жіліктің буыны болады, иә? Буынынан жілікті шығарып аламыз. Тамаша. Мына жерден шоппен болтамен. Соны жаңағы мына еттің аяқ жақ басына кете береді. Енді әркім әртүрлі шабады. Иә. Салт дәстүрде әртүрлі, бұзу, мүшелеу, жіліктеуің әртүрлі. Иә, әр облыс әртүрлі ғой. Иә. Сені жамбасты қалай аламыз? Енді мына жамбастың жерінде өзі бүйтіп кессеңіздер өзінің еті бөлек бұны. Мына жіліктің еті мына домалағанымен бөлектің. Енді егерінде бұлай кәдімгі өзі жырық. Осыдан аласыздар да бүйтіп мына етін бөліп аласыздар. Жамбастан жілікті ажыратып аламыз. Әне, жамбастың етін шығарып жіліктің кіріп тұрған жер. Басы орналасқан жер ғой. Бұны аударамыз. Санымызды етті қалыңдырап аламыз. Жіліктің келесі басына кетеді. Құрметті көрермендер, мінекей біз бүгін қарамалды толық жіліктеуді көрсетіп жатырмыз. Негізі қарамалды ет дүкенінде біз бұзбаймыз, осылай жіліктемейміз. Бәрін бұзбаймыз. Бұл арамен, ет кесетін арамен станокпен кесіп тастаймыз. Енді ол дүкендегі бір бөлек. Енді қазақша жіліктеп мүшелеу деген осы мінекей дүкенде біз кесіп сата береміз. Ол орыстар алады, басқа халық алады.
Мінекей жамбасым шыға келді. Жамбасты. Аха. Былай шабады кісі кейбір. Аха. Төртке шабады, үшке шабады. Да, енді жілікті етін аламыз ба осы қалама? Күн қолы жарамыз. Етін азайтамыз, иә? Кішкене етті қабалып жатырмыз. Ет қалдырамыз, иә? Төртке бөлу үшін. Мынау жамбастың жілігі төртке бөлінеді ғой? Кейбірі төртке бөледі, кейбірі екіге бөледі. Енді біз төртке бөлейік деп. Төртке бөлген дұрыс. Төртке шыға бөлек. Жамбасты үшке шабамыз. Төртке бөліп білесің бе? Төртке. Ал енді мына жақта жігіттер дайын тұр. Өзі жұмыстарын ие болып, мінекей тарс шақты лақтырады. Жамбасты дейсің? Жамбас. Үшке бөлем бе жамбасты? Үшке. Жілік. Енді қайтарам ортасынан, е? Жараласың ба? Жарам. Әні. Тамаша. Дөп түсет үйренген қолдары. Елі қазына енді жаңағы біз қарамал түсірген үйдің жанында көрші неке қаншама кісілер жүр. Соғым науқаны бәрі көмектесіп. Мұн жақта да екі мал, бір қарамал, ана жерде міне бір жылқы. Ана көршілерді жаңа бір жылқы сойды. Қарамал қой сой, ешкі сойып жатыр. Ал сонымен құрметті біздің арнаның көрермендері, біздің бүгінгі қарамал сою, етін жіліктеу процесі осылай болып жатыр. Мына жақта мінекей ішек қарынды жүйелеу процесі жүйелеп жатыр. Мінекей ағамыз ұстап беріп, жеңгелеріміз мінекей көмектесіп жатыр, жүйелеп. Қазір ішін шайып, тазалап, бәрін жуып, тұзбен тазалайды. Ол бөлік. Мінекей жабағылар, мінекей біздің маңай осылай болып жатыр. Ал енді құрметті көрермендер, бүгінгі мынау қарамалды сойып, мүшелеп, жіліктеген жігіттерге астарына осы видеоның алғыстарыңыз болса, өтініштеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, немесе бір айтатын ақыл кеңестеріңіз болса, айта кетіңіздер. Біздің арнаға тіркеліңіздер. Осы видео пайдалы болса, арнаға тіркеліңіздер. Сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Үліпілі баса кетіңіз. Және де біздің арнадан жақсы видеоларды күтіп отырыңыздар. Көптеген қызықты әртүрлі тақырыпта видеолар болады. Сондықтан амандықта кездесейік. Ал сіздерге көп рахмет бүгінгі қызметтеріңізге. Аман болыңыздар. Алла разы болсын, соғымдарыңыз шүгін болсын. Келесі жылғы соғымға Алла амандықпен жеткізсін деп бүгінгі видеомызды аяқтайық. Аман болайық.